Өзіңіз PlayStation ойнайсыз ба? Сол осы PlayStation өзім ойнайтын болғасын аштым. 9 жастан кішкене шайып кеткен болмаса. Өшім қасымда қыз Максим Галкин болды, мен алып пугача болдым. Дальнейшем орысшада айта беруге болады. Дальнейшем бренд болу үшін. Соңғы рет қашан төбелестіңіз және не үшін төбелестіңіз? Ну погоди ғой біздің кезіміздегі. Оралдағы 3 үздік асаба. Осы жерде қиынеп тұр ғой мен. Бірақ айтпаймын оны деген. Замир деген ағам бар. Сол ағам көмектесті сол кезде. Ол кісіге Алла разы болсын, көріп отырсам, братан, рахмет көп. 400-дей тапқан бармын. Сол Чапаевтың Петкин ақтардан қашып кетеді, Петкин суға секіп кетеді, Чапаев қамыстарына тығып қояды. Осы ақтар келгеннен кейін Чапаев енді сол шатысып тұрмын, жерде бар ғой, қалай еді өші? Ой, шығатын жағы аяқпын. Сәлем достар. Жастылап YouTube арнасының бүгінгі қонағы адамдарға ерекше көңіл күй сыйлайтын және де отшашу сыйлайтын Самат Калитов ағамыз. Ассалаумағалейкум достар. Қош келдіңіз. Неге командаңыздың аты Kings Show және онда олар немен айналысасыздар, соның бәрін толығырақ айтып кетсеңіз? Мен есім Самат, фамилиям Калитов. Содан Калитов Самат дегеннен қандай сөз құрастыру керек болды, сонда что дальнейшем орысшада айта беруге болады, дальнейшем бренд болу үшін. Сосын іздеп келе енді ағылшынша қою керек, сол King Show, сол Калитов Самат дегеннен шығады. Сосын біздің жұмысымыз енді былай айтқан. Агентствода бар, тойдың полный той аламыз, фото, видео, манағыдай баннері бар, шақыру билеті бар, бәрін істейміз. Сосын құттықтау, сөз сол ұйымдастырамыз. В общем, жан-жақты қамтимыз ғой, айтқанда. Осы жақында PlayStation ашылып, келіңіздер. Жақсы, керемет. Бұл іспен қашан айналысып келе жатсыз? Бұл іспен айналысқам кет 3 жылдан асты, 4 жылға таққам бар. 4 жылдай болып қалды примерно айтқанда. Енді PlayStation ашқаныңызды бәріміз білеміз енді. Ол PlayStationға көбінесе жас балалар келе ме, жоқ әлде үлкендер келе ме? Жас балалар да үлкендер де әрқайсысы келе береді, нешелері. Кез келген жастағы адамдар. Өзіңіз PlayStation ойнайсыз ба? PlayStation ойнаймын. Қандай ойындар ойнайсыз? Кез келген ойын PlayStation'да ойнай беремін. Өзім ойынға былай жақын, кішкентай кезімнен Sega шыққан кезден бастап ойнап жүріп қой. Сол осы PlayStation'да өзім ойнайтын болғасын аштым. Өзім қызығушылығым болғасын, әр адам өзінің бір ісін бастаған кезде өзі қызығып, сол нәрсемен заниматься ету керек қой енді, былай айтқанда. Қызықты болмаса, ол нәрсемен заниматься ету керек емес. Бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Бала кезімде ондай ой болған жоқ, шыны керек. Енді бір ой болды, сондай бір әкем сияқты болу. Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Мектепте оқу озат болдым. Сабақтан шамайынша жақсы оқыдық. Ол бәрі әкем арқасы. Кішкентай кезде бірінші класстан бастап басына ұрып тұрып сабақ оқытып еді. Көзіме жан сағып отырады, тетрадь деген су шығып қалады кәдімгі, сондай болып. Бірақ сол үшін әкем ризамын. Солай үйреткен үшін мен былай айтқанда мектепті қызыл диплом бітірдім ғой, почти. Соған жақындап қалдым. 9 класстан кішкене шайып кеткен болмаса. Тіпті есіңізде қалған қызықты сәт? Мектепте қызық сәт көп болды ғой былай негізі. Күзге балаға қатысып, бірінші ойнаған кездер бар. Алып пугачеваны киінбеген сияқтымын. В общем, қасымда қыз Максим Галкин болды, мен алып пугачев болдым. Сол бетінесін бәрін шығарып, сөйтіп киіміз бар.
сол қызық болған сияқты әйтеуір. Сонымен бірінші алып кеттік қой. Өзіңізді қандай аңға теңейсіз? Саған күн сұрақ болып тұр енді. Бір аңды айтып жүрсем, бір мақтанғандай болып қалады екенсің. Білмеймін. Қалай айтуға енді. Ойнап сұрақ екен кәдімгідей. Арыстанға дейін бар. Қанша тіл білесіз? 2 тіл ғой. Өзім орысша оқыдым. Ауылда оқыдық, просто енді көбінесе қазақша сөйлейміз ғой. Мен ағылшынша былай шичасы ғой. Hello, анау мынау сол. Өтірік көп айтасыз ба? Өтірік айтпаймын. Шама келгенше енді кейбір кезде болады, енді адам болғасын, пенде болғасын, кейбір кезде айтатын жерлер болады. Бірақ енді ол енді көп айта бермейді деген жатпайды деп ойлаймын. Өзіңізге ұнамайтын іш қылығыңыз? Қазір енді көбінесе ұйқы келе береді сол. Ұйқыға ілу сол. Сосын кейбір кезде енді көп нәрсе бір ерініп қалатын бар қазір енді. Сол еріншектік, енді сол қазақты құртатын сол нелер ғой, ұйқы, еріншектік, сосын тағы бір тез несеу жынданып кету сол. Өзіңізді 20 жылдан кейін қалай елестетесіз? 20 жылдан кейін бір үйде жатып сондай бар ғой. Барлық жерде жұмыстарымды тек басқа адамдар жасап, тек бір жақта ақшасына отыру ғой, былай айтқанда. Қандай тамақтар дайындай аласыз? Тамақтар дегенде енді студент кезде дайындадық, көбінесе қазір көп дайындамаймыз ғой. Студент кезде неше түрлісін дайындадық енді. В основном мен өзім жақсы көретін тағам ол деген гречка ғой. Гречка, енді яичницаны любойдан дайындалады. Сосын балықты пісіреміз, өзін тайпақтық болғасын, балыққа жақын, жайық жағасында орналасқасын. Балықты пісіреміз, қай-қайсысына істеуге болады, шашлыкты істейміз. Қандай машина ұнайды? Өзім ақшам жеткен машина ұнайды. Бір күнде ең көп қанша ақша таптыңыз? Бір күнде 400-дей тапқан бармын. Соңғы рет қашан төбелестіңіз және не үшін төбелестіңіз? Шамы келгенше мен ешкіммен төбелеспейтін адаммын. Ешкімге андай нем жоқ. Өзім былай айтқанда төбелесуге ешкім шақырмаймын. Бұл нәрсе қазір бұрынғы заманда болған бар, төбелесумен көп нәрсе шешуге болатын. Қазір көп нәрсені өзім қалай жұмыс істей аласың, өзім шаруамен шешесіне есептеймін қазіргі заманда. Сүйікті мультфильміңіз? Ну погоди ғой, біздің кезіміздегі, кішкентай кездегі. Қайта-қайта қарай беретін едік қой, басқа ол кезде мультик жоқ қой, басқа қарайтын да. Ал джинмен кезігіп қалсаңыз, қандай үштілік тілер едіңіз? Оны ойланбаған екен. Джинмен кезіккенде енді сол көп адам арманы енді сол ата-анасынан көп мәңгі өмір сүре алмайды ата-анам, бірақ енді бір ғұмыр жасы бір ұзақ болсын деген ниет қой, ата-анамыздың қасымызда көбірек болғанымызды қалаймыз. Сол деп ойлаймын енді арман. Сосын енді еліміз тыныш болса, ең бастысы, сосын халқымыз аман болса, денсаулығы мықты болса, одан артық басқа ештеңе керек емес деп ойлаймын. Қалғаны өзіміз қолымызда қалған. Сіз тойларға, мысалы, сондай жерлерге шыққанда, алғаш рет шыққан кезде қандай қиыншылықтар болды? Басында енді көп ешкім танымайтын кездер, қалай болады, қай уақытта кіргізеді, уайым болды, шыны керек. Басында не істеп тойларға барасың, мысалы бір күнде мысалы 5-6 заказ алып қою мүмкінсің. Сосын ана барғанда тамадан танымайсың, мен де танымайды, ол да танымайды. Сөйтіп Замир деген ағам бар. Сол ағам көмектесті сол кезде. Ол кісіге Алла разы болсын, көріп отырсам, братан, рахмет көп. Сол кезде поддержка беріп, тамадан таныстырып, мен інімді қолдап, сөйтіп жайлап, сөйтіп танысып, Аллаға шүкір, қазір жүр. Бәрі танымаса да тойда жүргенде көбі таниды ғой. Қатты қуанған сәтіңіз? Өзім ұстанымым негізі осы жалпы өмірде еш нәрсені кредитке алмау, мысалы. Өз ақшамын сол нәрсеге жеткізіп, до конца сол ақшамын жинап, бірдеме алу болды. Сол кезде ең бірінші сол көлік алғаным бар. Кәдімгідей арман болды, бір новый бір машина алу деген. Ол бірақ енді соған до конца ақшамын жеткізіп, алып қатты қуанғаным бар. Ең бірінші машина сол Kia Ceed деген болды. 14 жылға. Сол кезде қуандым мен бірінші.
Қазіргі оқушыларға қандай кеңес айтатын едіңіз? Шыны керек, қазір көп адамдар мысалы дайын нәрсеге шабады. Негізі көп еңбектенгісі келмейді. Сол бағытта мысалы ең басы сол еңбектену. Өзімде кезінде мысалы қазір шүкір ғой жағдай. Өзімде кезінде 28 теңге охранник болып жүрген кездерім болды. 7 күн жасаймын, сонда 28 теңге ақша аламын бір айға. Сол кезде мысалы қазір енді осындай жағдай жетемін ойлаған жоқпын, бірақ енді Аллаға шүкір, сол өз еңбегім, Алланың қалауымен өз еңбегім арқасы деп ойлаймын. Ең бастысы еңбектену керек. Еңбектенсе адам барлығы болады. Инстаграмнан ақша тауып көрдіңіз бе? Ақша тауып көрдім, реклама арқылы. Былай енді кейбір кезде бартырлар болады, шыны керек өзім былай ешкімге жазып, маған бүйт сөйт деп айта алмайды екенмін. Ондайлар да бар екен, оказывается. Бірақ енді маған біреу келіп айтса, осы реклама жасау керек десе, от души жасап беремін. Шынайы екен. Көрсетіп барлығын. Сол шынайылығын ұнататын бар, содан кейін көп клиенттер келді дейді, хабарласын дейді. Оралдағы 3 үздік асаба. Осы жерде қиынеп тұр ғой мен. Бірақ айтпаймын оны деген. Өйткені барлық асабалар сыйлаймын. Барлығы мықты Оралдағы асабалар. Ең бастысы дами беріңдер, тоқтамаңдар, жігіттер. Біреу айтса біреу ренжіп қалады, ол болмайды. Бәрін сыйлаймын, бәрі мықты. Өзіңізге қатты ұнаған анекдотты айтып бере аласыз ба? Анекдот бар еді. Кезіндегі анекдоттар Чапаев пен Петкин туралы болса. Чапаев Петкин ақтардан қашып кетті деп. Сосын так мұттарын мұт қалып тұрмын, көп болды анекдотында маған. Қазір өше бір нәрсе қарайтын уақыт болады, анда-мында шалыспен. Сол Чапаев пен Петкин ақтардан қашып кетеді. Сосын Петкин неге суға секіріп кетеді. Чапаев қамыстардан тығып қояды. Осы ақтар келгеннен кейін Чапаев енді сол шатысып тұрмын, елжеде бар ғой, қалай еді өше. Мұз қалып тұрман анекдот. Чапаев бар, орысша білмейді, просто қазақша білмейді, сол бір негесі бар. Почекісі мен өзім айтып жоқпын. Анекдот сұрыптай ойшы. Жақсы. Сіз адамдарға көмектесіп, қайырымдылық жасайсыз ба? Қайырымдылық жасаймыз. Енді Алла тағала айтқандай, оң қолын жасаған жақсылығын сол қолын көрмеу керек дейді. Көрсететіні бар, көрсетпейтіні бар. Енді көрсеткен кезде мақтанған емес, біреулерге бір сондай үлгі болсын деп істейміз. Көрсін адамдар деп. Кейбір адамдар ойлайды ғой, қайырымды жасау үшін ақша керек деп, ол қате түсінік. Қайырымды жасау үшін ең басты ниет керек. Даже осылай просто так жолда жүріп байтып, жердегі тас тап болсан, мана машиналардың трассада бір жерде или адам жүретін тротуарда бір тас жатса үлкендеу, соны алып тастаған өзі бір әдемі, сондай бір садақа, қайырымдылыққа жатады. Ең басты жақсы жасайық, жақсы жасап сарсайық. Қазір сізге 2 сұрақ қоямын, соның біреуін ғана таңдайсыз, иә? Сәлесі. Кино ма, театр ма? Кино. Ұшақ па, кеме ма? Кемеге отырып көрген жоқ, мында ұшаққа бір рет отырдым, ұшақ болсын. Бақыт па, байлық па? Бақыт. BMW ма, Мерс па? Мерс. Дайрек па, пікір ма? Пікір. Аллаға осымен сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Енді біздің арнаға бізге бір тілегіңіз. Арналарыңыз дами берсін. Оралда сондай бір жақсы бір бағытта жұмыс жасап арналар көп болсын. Аз ғой енді қазір заманда кішкене Оралда именно YouTube жағынан көп нелер каналдар жоқ, сол дамып өркендеуге өсе берсін, тек подписчиктеріңіз көп болсын, тек ана YouTube'ның несін не деп айтады, күміс несін алып, алтынын алып тек дами беріңді, алға баса беріңді. Мені шақырған көп рахмет. Алла разы болсын. Аман жүріңіздер. Рахмет көп-көп. Ал ендеше достар, осымен видеомыз аяқталды. Подписаться етіп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыз.